ұстай алмайтын агрессор болса, онда оларға, дәл сондай азаматтарға қатаң жаза бар екендігін дәлелдейтін заң. Қабылдай ма, қабылдамай ма, ол екінші нәрсе. Оған балабақшадан, мектептен, колледж, университеттерде бұған арнайы гендерлік теңдік тақырыптарында, қазіргі таңда әйелдер тақырыбында, жалпы ер азаматтардың тәрбиесі тақырыбында үлкен жұмыстар басталады. Бұл идеологиялық тұрғыдағы жұмыстар. Менің ойымша, мен бұған дейін де бұл мәселені көптен көп айттым. Біз енді өзіміз отағасын ер азамат сыйлаған халықпыз. Бірақ 90-шы жылдардағы бермен қарайғы тарихты қарайтын болсақ, біздің елде қиын жағдай болған кезде біздің аналарымыз, біздің әжелеріміз, қыз келіншектер, олар сол отбасын асырауға бүкіл денсаулығын да салды, білімін де салды. Енді кезек келді. Менің ойымша, біз қайтадан қарауымыз қажет. Тұрмыстық, жалпы мына отбасылық құндылықтар мәселесін, жалпы әйелдің рөлін. Енді мен тарихтан көп мәселеге көңіл бөлем. 19 ғасырға дейін бізде көшпелі демократия орын алған. Бізде осындай ұлан-ғайыр территорияда әйелдер де атқа қонып, осы әскер болмаған, бірақ ерлермен қатар жүріп, осы елді қорғауға өздері атсалысқан, жауапкершілік алған. Кез келген әйеліміз біздің Әлия мен Мәншүктей ержүрек, батыр, мерген болған. Және осы Әлия апаларымыз бен Мәншүк апаларымыздың бойындағы мергендік пен ержүректік, ол біздің ғасырлар бойы келе жатқан әжелеріміздің қанынан берілген гендік, менталды қасиеттер деп ойлаймын. Белгілі бір кезең болды. Отаршылдық кезеңде бізде жалпы укладымызды сындырды, тарихымызды сындырды, болмысымызды сындырды, санамызды сындырды. Біз санамызды жаңғырту үшін, деколонизация кезеңіне аяқ басу үшін, менің ойымша, отбасындағы, жалпы қазақ қоғамындағы әйелдің рөліне байланысты жаңаша саяси болсын, мазмұндық тарихи болсын, мәдениет танымдық болсын зерттеулер жүргізілуі қажет. Бұл ер азаматтарды жаңағыдай қорлайтын емес, жалпы кез келген құқық бұзушылыққа, кез келген тәртіп бұзушылыққа сол кездегі азаматты қолдайтын заң деп ойлаймын. Өздеріңізге белгілі, 2,5 ай бұрын Қарағандыда жедел жәрдем жүргізушісі қандай тепкіге таяқ жеді қоғамдық орында. Сол кезде, мысалы, озбырлыққа салған азаматты көрдіңіз, сондағы былай қарағанда дұрыс бұрмаған үшін. Біз қазір әлеуметтік желіде машинаны дұрыс бұрмаған үшін, машинаны пипілдеткен үшін, былай қарағанда сигнал берген үшін, күнде әйтеуір бір физикалық жағынан күшті адамның, әлсіз адамның, сондай мықты адамнан, күшті адамнан таяқ жеп атқандығын көреміз. Бұның барлығы шын айтқанда дұрыс емес. Біз ұзақ жылдар армиядағы әлімжеттік мәселесін көріп келдік қой. Егер біз отбасындағы, жалпы қоғамдағы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесін заңнамалық шеше алмасақ, онда біз армиядағы әлімжеттік мәселесін